Оказывается, олар партийный система ғой, задание берген, короче, вперед деп, короче. Анау бағасын түсіріп, анау не дейді анау? Мировой рыноктың бағасынан арзан қып, демпинговый ценамен ұрамыз деп, короче. Арзан бағамен бәрін өшіреміз. Volkswagen, Mercedes, Toyotаларды өшіреміз. Арзан сатып. Содан кейін олар өшіп қалғаннан кейін завоюем, короче, мировой рынок. И, короче, қымбаттатамыз деп. Сонда 126 модель бар екен. Соның, короче, однодневкалары бар екен. Ертең, короче, олар запчасть шығармайды екен. Ертең ұрынасыңдар, ондайларға жоламаңдар Қытай машинасына. Олар недоработанный, сырой. Олар мақтан реклама... А? Конечно, лучше Polo взять там, Volkswagen. Не, мына жерде бар ғой, один прикол есть, Руслан еще бар ғой. Сол Қытайдың өзінің машинасынан шыққан темір бар ғой, сол машина металлолом болып есептеледі ғой, соғылған кезде просто өткізгенде бір жігіттер осыдан бір жыл екінші жылға кетті. Солны мына темір черный металл қабылдайтын, черный мет қабылдайтын бар ғой, машинаның кузовын, есік, рамасын. Солар қабылдамай қойды ғой. Мынау китайск па? Вообще, короче, болды ғой. Металл ретінде қабылдағылар келмейді адам. Мәселе сода болып тұрды, еще прикол в чем? Пластик, короче. Вот именно что. Дәурен, ассалаумалейкум. Да, уалейкум ассалам. Жақсы тема көтеріп отыр екенсіздер. Не, я лучше Volkswagen возьму, Audi. Volkswagen, Audi. Я 2014 Қытайда болғандарыңыз бар ма араларыңызда? Қаяқтан біз Қытайға емес, Алматыға да бармаймыз. Дәурен, мен көп болдым ол жақта, жақсы білем біраз. Өздері Toyota, Volkswagen, Mercedes, BMW, Porsche, сондай мінеді ғой. Бәрі еще Қытайдың өзінде шығады. Мен таң қалғам. Мен барғам ғой баяғыда ше, жұмыстармен баратым. 2 рет барғам точнее. Сол кезде қарасаң тола ғой көшеде. Кәдімгі бізде жоқ машиналар жүрған, шетелдік брендтер ше. Мыналар кәдімгідей алып келеді екен, білмеймін ғой енді ол. Қайда 2012 жыл ма сондай? Машина саясат, не білмейсің ол кезде. Просто өзім түліктермен барған бар. Майда шүйді алып келейін деп. Сөйтсем жоғы өз жерде шығады дейді Қытайда. Одан кейін Қазақстанға келген кезде қарадым ғой интернеттен. Действительно кіргізбейді екен ғой, өздерінен шығарады. Бүкіл шетелдік мықты брендтер, өздерінің представительдері бар екен сол жақта. Жаңа контроль качества дейді ғой, шығарған качествосын белгілі бір деңгейде ұстап отыру үшін қарап отырады екен. Сертификатын береді, бәрін береді, технологиясын қалай шығарып. Өздері шығарып, өздері тұтынады екен. Тола ғой, европейский, японский, корейский, Hyundai бәрі тола. И андай машиналарды тола. Одноразовый. Мен одноразовый деп айтам. Не сияқты? Анау маркалары бар ғой, значоктары. Анау бір рет көресің да, как будто екінші рет онда көрмейтін сияқтысың ғой дата ол. Енді машина көп қой. И жаңа маркалардың түрлері де көп та ол жақта ше. В общем, каждый как будто үйінде бір заводы бар сияқты сол машина шығаратын. Бірақ ондайларды чаще такси, курьер, андай инвалидный, бір бәле сондайлар қолданады. Ал жаңағы японский, южнокорейский, европейский в основном брендтерді кәдімгідей айдау үшін қолданады нормально. Просто Дәурен, халыққа түсіндіріп айтшы, мен сөзім жетпей жатыр ше, қалай түсіндіредім білмей жатырмын. Ол қазақшама мен сен жеткізіп берші, мен субсидированный машинаға жоламаңдар деп жатырмын ше. Олар бүгін бар, ертең жоқ, олар сырой. Оларға ертең запчаста болмауы мүмкін ше. Олар ертең, олар качествосы жоқ ше. Соны мен түсіндіремін, мен бір передачаны көрдім, изучать еттім осы теманы ше. Жоламау керек екен. Сосын түсіндіріп берші адамдарға. Түсіндіргенде енді Қытай деп бір сөзбен айтылып тұр ғой. Қытай, әлі де олар анау качествоны, сапаны жақсы қылып, ракета ұшырып, не үшін ол ұшырып жатыр ракетаны? Илон Маск бар ғой, американец, частный, многоразовый ракета ұшырады ғой. Сондайды ұшырамай өліп жатыр олар. Не үшін жасап жатыр оны? Не үшін ақша құйып жатыр оған? Көрсеткісі келеді да, бұрынғы 90-2000 жылдары Қытай емеспіз деп көрсеткісі келеді олар. Бізде сапа жақсы, біз Марсқа ұшып жатырмыз американецтермен қатар. Кем емеспіз, бізге ақша алып келіңдер, бізден товар алыңдар деп, бірақ болмай жатыр да. Ракета ұшырады, баспен қадалады, ракета ұшырады, баспен қадалады. Мысалы, военный эксперттер тыңдадым мен тоже. Соңғы шығып жатқан
5+ поколение самолет военный деген эксперттерді тыңдадым, эксперттер күліп жатыр да. Олар ондай шығара алмайды деп, ана авиашоуларына барып, технический характеристикаларын алып бәрін зерттеген кезде никакой 6-й, 5+ поколение емес. Қарапайым бұрынғы Советский Союздың мигтар бар ма? Примерно плюс-минус сол технология, просто басқаша қаптап қояды екен да. Болды, соны ары бері ұшырады. Түрін бүйтіп бір инопланетный басқа әлемнің кораблі сияқты домалақ қылып қояды да. Бірақ дымға жарамайды екен ол. Мен просто эксперттерді қараймын, ол мен действительно Қытай солай дамып кетті ма масқара? Мен Америкада ондай самолеттер ұшпаймын. Мен көрем, Рапторларды көрем 22, F-35-ларды көрем. Осы нелердің, жаңа боевой самолеттардың ең номер 1 әлемде. Төбемізде ұшып жүреді, мысалы Америкада жүресің, төбеңде ұшып жүреді, ойнап көрем. Олар жүреді, кәдімгі самолет кейіп бар. Қытайдың шығарғандары ана бір басқа планетадан келген сияқты шығарып қойған. На самом деле характеристикасын көрсең, мынау F-16-ға да жетпейді ол. Жаңа характеристика. Просто жаңағы біз қазір басқа сапаға шықтық деп көрсеткелі жатыр, бірақ инвестиция қарасаң ол жаққа барып жатқан жоқ. Наоборот, ол жақтан қашып жатыр. Содан ақ байқауға болады да. Сол себепті, егер де ракета, жаңағы авиастроение, военно-промышленный комплекс, ол жақта американецтер, европейцтер сияқты, француздар, мираждар сияқты керемет болмаса техника, скорее всего, машинаны да олар шығара алмайды да. Керемет қылып. BMW, Mercedes, Maybach, Ferrari сияқты шығара алмайды да. Сәйкесінше сол формуламен қарап отырсаң, демек ол запчастьтар да болмауы мүмкін. Мысалы, Қытайдан бір кішкентай мини завод бір нәрсе алып келсең, ол завод бір 5 жыл әйтеуір үйтіп істесе, 5 жылдан барып қайтадан заказ беретін болсаң, скорее всего, ол завод уже жоқ, саған шығарып бермейді оны. Айтады, біз ол мини заводтың производствосын тоқтатып тастағанбыз дейді давно. То есть запчасть таппайсың да, и сол күйінде тастайсың. Мен баяғыда лимонад шығарам деп Алматының түбінде 100 км ары қарай жерден артезиан су шығып жатыр да, біздің жездеміздің жерінде. Кәдімгі оның мощный су шығып жатыр. Сол жақтан тап-таза суға многоступенчатый фильтрация қойып, андай не жасаймын деген, буратино, тархун андамдай ше, жақсылап қантын сәл ауыздау қылып, в общем, нормально шығарып. Өйткені біздегі сатып жатқандар қант көп қой. Ішінде мысалы 20-25 кубик қант бар, адам несіне зиян. Сәл дұрыстап болса да шығарып көрсем ба деп зерттегім. Сол кезде айтты, қойып береміз, без проблем деді китайстер. Қойып береміз, бірақ 4-5 жылдан кейін барып ол болмау мүмкін, сразу айтып жатыр. Сен солның 4-5 жылдың ішіне сразу ана продукцияның бағасына кіргізіп тастауың керексің. Чтоб 4-5 жылда сен анау ақтап алуың керексің, ананшы, чтоб 4-5 жылдан бір келген кезде біз запчасть жоқ дейтін болсақ, сен ренжімейтін бол дейді да. Сосын ойлап қалдым. Опа, о қанша тұрады десем, минимум $60,000. А так $80-100,000 бар. В общем, содан басқа жұмыстар болып қалды, ақша болмай қалды, өйтпейді, тастадым ол жұмысты. Вот, поэтому китайский качество деген сол бір айтарым. Жо, Дәурен, бұлай ғой, егер модельный ассортимент көп болса, модельный ассортимент көп болса, китайский машина, оған запчасті жасамайды ғой, қанша көп модель болса. Мысалы, бұлай екінші жағынан түсіндіріп көрейін. Басқа автоконцерндер запчастьпен ақша табады. Мысалы ше, запчастьпен ақша табады. А олар машинасын жібереді, но, видимо, запчасть хорошо жасамайды олар. Запчасть деген не? Ұзақ уақыт бойы сен бір конвейерді, бір технологияны ұстап тұруың керексің. Ол машина уже 10 жыл болып кеткен ол машинаға. Бірақ сен әлі соған запчастьтар шығарасың да. Мүмкін оларға невыгодно. Мысалы, запчастьін қымбат шығарған оларға невыгодно. Қытайларға ше. Поэтому одноразы болып шығарады машина. Мысалы, даже гольф алса 2010 жылы сен по-любому запчасть табасың да.